Алиса, неге қазақ тілін менсінбейтін жастар көбейіп кетті? Еліміздің 51%-ін құрап отырған 1 мен 29 жасқа дейінгілер арасында тек қазақ тілінде сөйлеушілердің үлес салмағы 80-85% болатын болса, қалған 20-15%-дің 5%-ы қазақ тілін мүлдем білмейтіндер және 15-10%-ы екі тілде не орыс тілінің, не қазақ тілінің басымдығымен сөйлейтіндер деп жіктеледі. Қазақстанның барлық өңірлерін қоса алғанда қалған 49%-ды құрайтын 30-80 жас аралығындағылар арасында қазақ тілінде сөйлеу 40-45%-дан аспайды. Қазақ тілі 80-85%-ға тек 29 жасқа дейінгілер арасында ғана жетіп отыр. Бұл пайыз жыл сайын өсе түсетін болады. Рахмет. Оқасы жоқ. Сізге көмектескеніме қуаныштымын. Жаны.